Lisa? Kızım, bu kurt. Kurt sütten жасалатын ұлттық тағам болып есептеледі. Құрт қайнатылған, кептірілген деген мағынаны білдіреді. Бұл құртты біз піскен айраннан майын алып, қалтаға құйып, сары суы сүзілген соң, дорбада сүзіп алып, қапқа құйып, керегеге асып қоямыз. Сары суын ажыратылғаннан соң, біз оған тұз салып, қолымызбен домалақ күйінде, қыспа күйінде осындай ыдысқа қойып шығамыз. Одан кейін өрегеге жайып кептіреміз. Осылай кептірілген құрттар жыл бойы бұзылмай сақталады. Өзім құртты қазақ халқымыз ежелден қайнаған. Кеппеген құртты жеуге болмайды. Кеппеген құртты жейтін болса, жаңбыр жауады деп ырымдаған екен. Құрттың пайдасы өте көп екен. Онда дәрмені бар екен. Ал қызым, мен сендерге арнап көрпеше тіктім. Мұқаш балам, қара, қандай әдемі ма көрпешем? Сендерге ұнады ма? Сендер мұны көрпешемнің үстінде отырып, ойын ойнайсыңдар. Жақсы, балапаным, менің сұрағым өте жөнді. Бұл ата дәстүрден келе жатқан, бұрынғы ата бабаларымыз қолданып келе жатқан зат, бұның есімі қамшы болады. Бұл сол заманнан аталарымыздың әрбір шаңырақта осы қамшы деген үйде ілініп тұратын. Бұның негізі қолданылатын жері көп. Кезінде аталарымыз бақташы болған, яғни мал бағушылар болған. Олар осыны қамшыны көп қолданған, малайда және малды қорғағанда, жауға да шыққанда, құрал-жарақ болмаған кезде осы қамшыны көп қолданған. Қамшы негізі ұстайтын сабымыз мықты, яғни күшті ағаштан жасалады. Мұны басша қайыстан, яғни малдың терісінен жасалады. Бұл өте мықты болады, көп шыдамды болады. Мынау не зат? Ағаш. Ағаштың бізге көп пайдасы бар, иә? Ол бастан ағаштар екі түрлі болады, жемісті және жеміссіз. Жеміс ағаштарымыз бізде алма, алмұрт секілді. Жеміссіз ағаштар бізге көмегі қалай болады? Олар бізге көлеңке болады, желден қорғайды табиғатымызды, иә? Шаң тозаңнан. Ағаш деген өте жақсы. Ағаш өзінен өзі ол өспейді. Оған не істеу керек? Кішкене еңбектену керек. Ағашты түбін жұмсатамыз, яғни ағашқа су құйып тұрамыз.